والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Құрметті қажекелер, Аллах Тағала бас көген әрбір қадамдарыңызға мол сауаптан жассын. Әрбір қадамдарыңызға күнәларыңызды кешіріліп, жәннаттағы дәрежелеріңіздің өсуін нәсіп етсін. Енді алдында айтып кеттік, кімде-кім умраға шынайы ниетпен баратын болса, қараңызшы, шынайы ниетпен дәретіңізді алып бара жатасыз, Алланың мейіріміне кіріп жатасыз. Қашан сіз тауафты бастайсыз, Аллах Тағаланың толық мейіріміне кіресіз дедік, хадисті келтірді оған. Және де әр басқан қадамыңыз сайын 500 күнәңіз кешіріліп, 500 жақсылық жазылып, 500 есе дәрежеңіз өсе береді екен ғой. Әр бір қадам басқан сайын. Біз былайша айтқанда, мынау бізге үлкен мүмкіншілік майданы ғой. Мүмкіншілік берілген жер, үлкен мүмкіншілік. Ал енді осы мүмкіншілік бітуіне қанша күніміз қалды? Кетуді қоспағанда 2-ақ күн қалыпты ғой. Ал 2 күнде біз бір күн не істейміз, экскурсия жасаймыз, бір күн. Ау, бітіпті қонда, я? Ертең экскурсия күні өш. Экскурсиядан кейін Жиддаға барамыз ба, оған? Жиддаға барып қайтайық, бәрін балық сеп жүр. Барлықтарыңыз барғыларыңыз келіп жатыр ма? Или мүмкіншілік пайдаланып дұрыстап неғып аламыз ба? Мысалшы мен барған жоқпын. Қайда? Кағбаға ма? Экскурсия ма не? Тауға ма? Иә. Бірақ Кағбаға барып жетірек айлап келдім. Ай, машалла. Бірақ Айша апаға ай барман. Сіз оттыңыз ғой онда? Сіз оттыңыз, апа? Бұл кісілер су-су болып қайтты просто. Иә. Siz de yapma, şamara gidelim. Ben шығалмадым, қайтып келдім. Отырдым, кетпедім, отырдым, сол жерде. Алдында ерте кеттік бізде мен. Машалла. Таң намаз сұрақта оқыдым. Асылбек апарып айландық. Алла разы болсын. Жаназаға қатыстым деп па? Не, жалпы бүгінгі айтатын нәрсеміз ол зәм-зәм суы туралы. Оның алдын кіріспе ретінде мизап деген нәрсе бар. Мизап деген анау Қағбаның төбесінде су ағар тұр ғой, көрдіңіздер ғой, иә? Су ағатын жер. Сол мизап деп аталады. Негізі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам соның түбінде намаз оқыған. Соның түбінде намаз оқитын болған. Және де бір хадисінде айтады, кімде-кім мизаптың жанында дұға тілейтін болса, дұғасы кері қайтарылмайды дейді. Мизап. Жаттап алыңыздар. Ертең, иншалла, тағы тауаф етесіздер ғой. Қазір тауаф етсеңіздер де болады. Сол кезде сол жерге бір дұға етіп қойсаңыздар, сол жерде тұрып, дұғаларыңыз кері қайтарылмайды дейді. Және де бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға Уқба ибн Абу Муайд деген бір мүшрик адам болады да. Сонда сол намаз оқып тұрған уақытында барып киімімен пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам мойнынан орап алып тартады. Сөйтеді, яқтан Абу Бакр көріп қалады, жүгіріп келеді ғой. Раббым Алла деген үшін сен адамды өлтірмекшісің ба деп айтады да. Пайғамбарға қалай сен зиян беріп жатсың? Ол тек Раббым Алла деп келген адам ғой ол. Раббым Алла деп құлшылық етіп жатыр. Сен қалай зиян беріп жатсың оған? Деп зорға дегенде арашалап алып қалады. Сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, кейбір ғалымдар, сол мизаптың астында намаз оқыған дейді. Енді бір нелерде келеді. Абдулла ибн Омар деген сахаба болған. Сол кісі айтады, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламның құбыласы ол мизап ет дейді. Былайша айтқанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам әрдайым сол мизаптың түбінде намаз оқитын дейді ғой. Сол жерде дұға етіңіздер. Мүмкіншілік болып қалса, сол жерде намаз оқуға тырысып қалыңыздар. Енді әйелдерге енді қиын ғой ондай жерге бару. Ер адамдарға айтатынымыз да. Мысалы, кәдімгі 5 уақыт намазға сол алдына үлгеріп қалсаңыз, сол мизаптың алдына тұрып намаз оқып қалуға тырысу керек. Бір күні Ибн Аббас айтады да,
мынау ізгілердің намаз оқыған жерінде намаз оқыңдар, және ізгілердің, жақсы адамдардың су ішкен суынан ішіңдер дейді. Ол не дейді? Сол кезде ізгілердің намаз оқыған жері ол мизап дейді. Мизаптың асы дейді. Ал енді жақсылардың ішкен су ол қандай су? Зәмзәм су. Дейміз да зәмзәмға кіріп кетеміз енді. Жалпы зәмзәм су ниетке байланысты екен ғой. Адам баласы не нәрсені ниет етіп ішетін болса, сол нәрсесіне жетеді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтқан: зәмзәм суы не үшін ішілсе, ол сол үшін деген. Кім дертіне шипа сұрап ішетін болса, Аллах Тағала дертіне шипа береді. Бір қажеттілігін өтеу үшін ішетін болса, Аллах Тағала қажеттілігін өтейді дейді ғой. Және де былайша айтқанда, Алладан пана сұрасаң, Алладан қорған тілесіп ішетін болсаң, Аллах Тағала өзі сенің панасын алады дейді да. Омар радиаллаху анху да айтқан ғой: "Я Аллахым, мен мына суымды, былайша айтқанда, мына тұрған зәмзәмді қияметтің шөлі үшін ішіп жатырмын" дейді. Қияметте қатты шөлдеп қалмас үшін сол жерсеге ниеттеніп ішіп жатырмын дейді да. Омар радиаллаху анхудың өзі. Сол үшін кімде-кім зәмзәмді ішетін болса, жақсы ниет етіп ішу керек. Ал енді зәмзәмді біз қалай ішеміз? Осыған бір тоқталып кетейік. Бір күні бір сахаба Ибн Аббасқа келеді, екеуі сөйлеседі, сол кезде қаяқтан келатсың дейді. Мен зәмзәм ішіп келатым дейді. Сен дұрыс ішіп жүрсің ба дейді. Зәмзәмді дұрыс ішіп жүрсің ба дейді. Сіздер дұрыс ішіп жүрсіздер ма? Дұрыс ішіп жүрміз, Енді отырып ішуге болмайды. болады отырып ішуге. Тұртта ішуге болады деген да. Иә. Енді сол кезде айтады ғой енді. О, қалай ол дейді, дұрыс ішу деген қалай өзі? Ана қазір көп нәрсе шығып кетті ғой. Сен мынаны дұрыс істеп жүрсің ба, сен мынаны дұрыс істеп жүрсің ба деп. Дұрыс барып жүрсің ба деп. Енді сол кезде айтады да, егер зәмзәмді ішетін болсаң дейді, құблаға бағыттай аласың дейді. Құблаға қарайсың. Және Алланың атымен бастайсың дейді. Бисмилля. Одан кейінгісі бір ұрттайсың да 3 рет демаласың дейді. 3 рет демаласың. Одан әр ұрттаған сайын 3 рет демалып отырасың ғой. Одан кейін барып Алланың атымен аяқтайсың. Аллаға мақтау мадақ айтып. Иә. Ау? Даган сама? Басында рет-рет ішетіміз бүйтіп ұрттап, өзімше. Кейіннен кранттан алғандай баса бересіздер ма? Енді соны айтады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадис бар ғой. Біз бен 200-лілердің айырмасы, олар дейді, зәмзәмнан ем алмайды дейді ғой. Қараңызшы. Оны ем үшін ішу керек дейді. Зәмзәмді. Ем болсын. Бұл анау жаңағы хадистің анау Ибн Омар айтады ғой. Сен бірінші Аллах Тағалаға мақтау айтасың. Бірінші құблаға қарайсың. Одан кейін Алланың атымен бастайсың. Әр ішкен сайын 3-3 демнен аласың. 3 демнен алып болғаннан кейін сен оны не істейсің? Былайша айтқанда ем үшін қолданасың дейді. Ем үшін. Және де Алланың атымен аяқтайсың. Және де осының сөзінің жалғасында жалғастырып айтады. Пайғамбарымыз осының хадисін келтіреді. Жалпы бізбенен мұнафықтардың айырмасы, олар зәмзәмнен ем алмайды дейді. Демек, бұл мұсылман адамға, мен Алланы танитын адамға, бұл ішкен сайын ем болады деген ғой. Иншалла. Сабақта айтуым керек еді. Сізде қажеттілік бар. Қай жатқанда айтып olsun. Біреулер біледі, біреулер білмейді. Ем алып ішеміз. Барасыз ғой тағы. Ертең бармайсыз ба? 10 күн содан ішкенде қандай жақсы. Енді айтылмаған нәрсе көп қой. Оның баршасын бір сабақта бәрін біте алмаймыз.
бір сабаққа сыйдыра алмаймыз ішіне. айтып бергенде болады еді бірінші. Сөйтіп де мына келіп атыңдар, не ет деп Иә. атыңдар. Жалпы айтайын дегенім, қиямет күні бұл зәмзәмнен басқа судың бәрі жойылып кетеді деген ғой. Қалай шыққанын білеміз, Мына Ажар анамыз осы Меккенің орнында тұрады, сол жерде. Сөйтті Сафа Маруаның ортасына баласына су іздеп 7 рет жүгіреді ғой. Сол кезде Исмаил пайғамбардың аяғының астынан Жибрил қанатымен ұрады. Бұрқылдап су шығады ғой. Сен Ажар анамыз не дейді, жүгіріп келіп не істейді? Зәм, жинал деп сол жерден зәмзәм пайда болады да. Алланың қалауымен. Енді әлі күнге шейін ол тоқтамайды. Тоқтамай келе жатыр. Тоқтамайды да. Қияметке шейін таусылмайды ол. Мысалы ойлап қараңызшы, ана жерден күніне қанша қажылар келіп жатыр, қанша мың қажылар шығып жатыр, қанша мың қажылар соны ішіп жатыр, қанша мың қажылар 5 литрлеп әкетіп жатыр. Ол одан бөлек Мединаға барып жатыр. Уалейкумассалам. Мединада қанша адам ішіп жатыр? Күніге. Мединада күніге тұрады ол. Күніге ішіп жатыр Медина адамдар. Тоқтап жатқан жоқ ешқандай. Сондағысы бір бұлақ. Қалай жетіп жатыр да былай шыққанда. Бұл Аллах Тағаланың бізге көрсеткен құдіретінің бір бөлігі ғой. Алланың құдіреті шексіз. Ал енді мынау біз умра өтеп жатырмыз, және де бәдәл умра жасаудың да, және қажылық жасаудың да үлкен бір пайдасы бар. Мынау қажылыққа байланысты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи айтады, кім ата-анасының атынан қажылық жасаса дейді да, қажылығын өтесе, одан және ата-анасынан қабыл етіліп, ата-анасының рухтары сүйіншіленеді дейді ғой. Ата-анасының рухтары сүйіншіленеді. Және Алланың құзырында ізгілердің қатарына жазылады дейді. Қалай? Бір адам ата-анасының атынан құлшылық жасады. Сөйтеді да, ата-анасынан да өзінен де құлшылық қабыл етілінеді. Және де қияметте ізгілердің қатарында болады. Мынау одан кейінгісі басқа риуаятта келеді. Оған 10 рет қажылық жасағанның сауабы жазылады дейді ғой. Тағы бір риуаятта келеді. Кімде-кім біреудің атынан қажылық жасайтын болса, біреудің атынан қажылық жасады бір адам. Сөйтеді да, дүниеден өткен адам үшін да, бір адам дүниеден өткен, жақыныңыз, танысыңыз, жаңағы сол адамның атынан қажылық жасасаңыз, ол адамға бір қажылықтың сауабы жазылады. Атқарған адамға 7 қажылықтың сауабы жазылады екен ғой. Қарасаңыз, ата-анаңыздың атынан жасалынса 10 есе да, 10 қажылықта. Басқа біреудің атынан жасасаңыз 7 қажылықтың сауабын аласыз ғой. Қарап тұрсаң, бәрібір ата-ананың дәрежесін Аллах Тағала көтеріп тұр да бұл жерде. Қарасаң. Сонда біреудің атынан қажылық жасау бола ма? Иә, болады. Жасауымыз керек па? Иә, керек. Істеуіміз керек. Дүниеден өткендер үшін былайша айтқанда, біз барынша Алладан мейірім сұрауымыз керек. Бұл қажылық деген не? Қажылық деген Алланың рахым мейірімін сұрау. Келген кезде біз не дейміз? Ләббайк Аллахумма ләббайк. Аллахым, мен құзырыңдамын. Келген сөзін айтамыз. Ниет еткенге не дейміз? Умратан, е? Ләббайк Аллахумма умратан. Және де қарасаңыз, Аллахым, мен құзырыңдамын, ләббайка. Мен келіп тұрмын. Аллахым, умраға ниет етіп жатырмын. Және де келе жатқан кезде айтып келе жатамыз. Ләббайк Аллахумма ләббайк. Аллахым, мен құзырыңдамын, Аллахым, мен келдім. Сен шақырдың, мен келдім. Аллах Тағала бізді шақырды. Енді бұл қажылық жасаушылар, және де кіші қажылық жасаушылар, бұлар Алланың елшілері дейді да. Біз елші болып келіп жатыр екен бұл жаққа.
және де олар қандай дұға тілесе дұғалар қабыл етіледі, не сұраса сұрағанын береді дейді Аллах тағала хадисте. Сол үшін осы жерде сұрайтыныңыз, не сұрайсыз бәрін сұрап алыңыз. Қандай мүмкіншілік бар, қандай мұқтаждығыңыз бар, бәрін сұраңыз. Аллах тағала бәрін береді, иншалла. Себебі Аллах тағала бай, біз кедейміз. Біз кедейміз, Алла бай, еш нәрсеге мұқтаж емес. Алла берсе де беруге бізге былайша айтқанда беруге міндетті емес Аллах тағала. Бірақ береді Аллах тағала бізге. Беруге міндетті болмаса да береді. Себебі бізді жаратты ғой Аллах тағала. Біздің Раббымыз бізді жоқтан бар етті. Бізге өмір сыйлады. Бізге мүмкіншілік берді Аллах тағала. Және де сол жаратқан құлдарының ішінде өзінің былайша айтқанда сүйіктілерінен етті да. Өзінің жақсы көретін, өзінің қасиетті еткен мекеніне келушілерден етті. Және былайша айтқанда Аллах тағала өзіне құлшылық етушілерден етті. Ең үлкен бізге берген сый Аллаға құлшылық етушілерденбіз. Және осы нығметтің қадірін білуіміз керек. Ең былайша айтқанда қадірсіз, ешқандай өмірден бақытсыз болып өтетін адам Раббысын танымай өткен адамда. Егер Раббысын танып өтетін болса, Раббысын мойындап өтетін болса, ол бақытты адам. Аллах тағала сондай өмірінің соңына шейін Құдайын танитын мүмкіншілік берген болса, міне ең бақытты адам сол адам ғой. Ал егер Раббысын танымайтын, былайша айтқанда бай адам болатын болса, одан ешқандай хайыр жоқ. Мысалы, өмірден не бір байлар, не бір патшалар да өмірден өткен. Қандай патшалар бар? Әлемді билеген патшалар бар. Бірақ олардың жағдайы қазір қалай? Өмір сүрді кетті, өлтірді, біреуге зиян берді, біреуді жылатты, адам құрлы көрген жоқ, қаншама адамды қырып тастады. Шыңғыс ханның өзі кезінде не істеді? Бағдатта қанша миллион адам өлтіріп тастаған. Білеміз ғой тарихта. Не бір жауыз патшалар болған өмірде. Адамның құны шыбын құрлы болмағанда, өлтіре сал, проблема жоқ. Кеше мынау Сирияда ашылып жатыр ғой. Сол жерде не бір нәрселер болып жатыр ше. Сол жерде бір әскери қолбасшы дейма, министр дейма, жалпы сондай біреу болған. Сол кісі былай істейтін болған екен. Түрмеде жатқан адамның біреусін жібереді дейді да. Жібереді, жүгіріп. Артынан арыстан жібереді екен ғой. Өзінің асырап жүрген арыстаны бар екен. Сөйтеді да ана арыстан барбанан жейді. Ол соны рахаттанып қарап отырады екен ғой. Сонда өмірде осындай жауыз адамдар бар. Мысалы, адамшылыққа ешқандай келмейді мынау. Соны халық шулады ғой, Сирия. Осы кеше ғана ашылды ғой. Сол кезде халық қатты шулады. Өзін арыстанға жегізу керек мынаның деп. Себебі ана ашынып көріп тұр ғой. Қаншама адам көрді ғанан куәгер болды ғой. Қаншама адамды былайша айтқанда арыстанның жемтігі қылған. Одан кейінгісі бір ақын жазушы кісі бар екен сол жерде. Сол кісі түрмеге түскен уақытта анау күзетші айтқан ғой. Мына бір бала бар, сөйлесесің ба деп. Сен тіл байлығың мықты ғой, сөйлесші деп. Бұл барса 4 жасар бала дейді, сөйлесіп отырады. Ана балаға айтады ғой, бір өлеңмен бастағысы келеді да, көңілін аулау үшін. Мамасы бір бұрышта тықылып тұр дейді, ана жерде қорқып қалған дейді әбден. Әркімнен бір зорлық көріп, шошып қалған дейді да. Сөйтеді да, ана балаға әңгімесін былай бастайды. Құс деп өлең бастайды да, кәдімгі құс туралы өлең айтып береді. Сол кезде ана бала айтады ғой, құс деген не ол дейді. Не нәрсе құс дейді. Таң қалады да, ол құс деген талдан талға қонып жүретін осындай жануар деп айтса, тал деген не ол деп айтады да. Не ол тал деген дейді. Ары қарай сөзін жалғастыра береді. Ол не деп сұрай берді дейді ғой. Ана бала еш нәрсе көрмеген да.
еш нәрсе көрмеген. Сөйтсе ол бала сол түрмеде туылған екен ғой. Әкесінің кім екен белгісіз. Сол жердегі күзетшілердің біреуі да. Сонда осындай да тағдырлар бар екен ғой. Бұл бізге шыққаны жарыққа, бұдан шықпағаны қаншама. Қаншама о жерде пәленбай миллион адамның списігі бар, бірақ ол адамдар жоқ дейді да қазір. Белгісіз қайықта екендігі. Сол үшін бізге берілген ең үлкен байлық бұл тәуелсіздік, егемендік байлығы ғой. Аллах Тағала бізге тәуелсіздік берді, болды, шүкір етуіміз керек. Басқа нәрсеге анау өйтіп жатыр, мынау бүйтіп жатыр деген нәрсеге болмайды. Егер біреу мынау билік басындағылар болсын, кім болсын, өзі қиянат жасайтын болса, ол өзі үшін жауап береді ол. Сен өзің үшін жауап бересің. Әркім өзі үшін жауап береді да. Алланың алдында әркімнің өз есебі бар. Сол үшін бізге тәуелсіздік болып тұр ма қазір? Біз тыныш өмір сүріп жатырмыз ба? Жұмыс істесек, ақшамызды алып жатырмыз ба? Болды. Шүкір Алла. Біздің қазір елімізде қаншама мүмкіншіліктер бар. Істеймін деген адам істей береді. Рас қой. Жұмыс істеймін деген адамға жұмыс деген жетеді. Оны шетелге шықпаған адам түсінбейді да. Өзіңнен жағдайы төмен, бейбітшілігі, егемендігі жоқ мемлекеттерді көрген кезіңде, өзіңнің еліңе келіп шүкір айтасың. Мысалы, біздің Қазақстанның дамығанын біз шетелге шығып білдік та. Кәдімгідей дамыған екен. Қандай жағдайлар жасалып тастаған ше кәдімгідей. Бірақ біз күніге көріп жүргеннен кейін, как будто соның үстінен түсіп қалған сияқты, бұл кәдімгі бола беру керек сияқты есептейміз да. Бірақ қадірін білмей жатамыз. Егер Құдай Тағала бұл нәрсені алып қоятын болса, Алла сақтасын. Мынау артқа, әшейін бір 25 жыл артқа қайта салайықшы. Не болмаса 30 жыл ма артқа қайтатын болсақ, біздің ата-аналарымыз, енді сіздер де білесіздер ғой. Мысалы, қалай тамақ іштіңіздер? Мысалы, свет, су қалай болды? Свет жоқ, шырақ. Нанға талонмен бардыңыздар, сондай емес па, Құмамен су қайнатты. Қазір ашсаң су зырылдап тұр ғой, ыстық су, жылы су. Қаласаң душ, қаласаң ванна, баня. Не керек қазір? Барлық жағдайым жасалып қойған. Баня жоқ, ағын суға шомылған. Қараған, қалай. Үлкен кісілер жақсы біледі оны. Ал біз оны көрмедік та? Практически көргесін. Біз оны көрмедік та? Біз ары барсақ су жылтып көрген шығармыз, бірақ қатты қиыншылықты көрмедік та біз. Біз тоқшылық заманында дүниеге келген адамдармыз ғой біз. Ал енді сол кезді көргендер сол қазіргі тоқшылықтың қадірін біледі ғой. Енді иншалла осы нәрсеге барынша шүкіршілік етейік, қызмет жасайық. Адам баласы елімізге мен қандай пайдамды тигізем, мен не істей алам, істеймін деу керек. Анау да жеп жүр, анау да істеп жүр ғой, оның пайдасы жоқ қой деген нәрсе болмайды. Ең болмаса сен Құдайдың алдына барған кезде мен еліме осындай нәрсе жасадым деп Алланың алдында көрсете алатын бір нәрсең болу керек та. Себебі бұл қоғам үшін бір күн көз ілмеу, қоғам үшін дейді. Сонда еліңе бір нәрсені үйретем, бір нәрсені бір жақсылық жасайым, бір нәрсені істеп кетемін деп сенің ұйықтамауың, сол үшін тырмысуың бір айлық құлшылық пен бір айлық оразадан қайырлы дейді ғой. Қараңызшы. Кезінде бабаларымыз, алаш зиялары қандай өзінің, былайша айтқанда, түн ұйқысын 4 бөлді. Кім айтады ғой? Міржақып бабамыз. Оян қазақ, дініңді сен ұмытпа. Дініңді сен ардақтағын құнытта. Көз алдыңда тура жолың тұрғанда қателесіп жаман жолмен былықпа дейді. Оян қазақ деп кәдімгідей шырлап кетті ғой. Көзіңді аш, оян қазақ көтеріп басты. Өткізбей қараңғыда бекер жасты. Одан кейін жалғасы не дейді?
дін кетті. Білетіндер бар ма? А? Өйстіп, ұмыт қолатымыз бар дейін арасында. Мектеп оқымаған көрініп қалды ма? А? Енді мектеп оқымаған көрініп қалды ма деп. Ол қандай өлең еді деп қойсаңшы. Сол ма? Бар ма не ондай деп. Сондай ақыл бар ма деп. Иә. Осы жерде мысалы айтсақ, дініңді сен ұмытпа деп жатыр да. Сенің дінің бар. Ислам дініндесің сен. Мұсылмансың сен. Ұмытып кетпе, қазақ. Кезінде қаншама адамдар өзі христиан дініне өтіп кетіп жатты. Құдай жоқ деп жатты, атеист болып жатты. Сол кезде айтқандары ғой. Одан кейін мынау Жангелдин деген Алматыда үлкен бір көше бар. Ол кім болған? Жангелдин. Кім болған ол? Білеміз Жангелдин кім болғанын білмейміз. Біз сондай кісілерді білмейміз да. Ол кәдімгі христиан болған ол. Өз қазақ болғанда. Мен Қарақалпақпын. Ережеттен тек би деген болған. Соларды білеміз Қарақалпақтың. Жалпы бұл қазақ болған, кейіннен христиан дінін қабылдап, өзінің атын Николай деп ауыстырылған адам ол. Не деген қазақтарға зиян берген адам да? Үлкен көше соның атында. Не бір адамдар бар ондай? Ертең шығып кетпесін, үйге қуалап кеп тұрмасын. Аяқ болып сайла Ертең видеомен кешірім сұрап тұрмай қайтыр. Жангелдин жақсы кісі ғой деп. Құран оқып масқара болмай христианнан. Жалпы сондай болғанда, не бір қазаққа зиян беретін адамдар болған. Жалпы елге пайдамды, мен дінге пайдамды тигізем деген адамның атынан міндетті түрде жамандайтын, кесірін тигізетін, көре алмайтын адам міндетті түрде табылады. Сіздер де қазір кәдімгі орамал тағып, намаз оқып етіп жатсаңыздар, сіздер не деп айтады? Араб қол дейді. Уахабейст дейді, жетеді ондай әңгіме. Мен де естігем оны. Ауылда бірдей, ауылға барған кезде көршілеріне отырсамыз ғой айына біздер қоңсылар дейді, көршілеріне. Үлкен әкелер бәрі. Кешеде мен сондай ымыраға барайын деп отырмын. Мен болмасам да өзіңіз отыра берің деп. Ымыраның саған не пайдасы бар дейді ғой жаңағы. Осы Таиландқа барып демалмайсың ба деді ма? Қызық сұрау дейді ғой жаңағы. Қасындағы сайыныр айтып жатырса, ол әйелі. Мен айтамын да, өзің тарихшы мұғалім болғансың. Мектепте деймін да, сен сонда сол ымыраның неге қандай пайдасы тиетінін білмейсің ба, өзің тарихшыға сабақ бердің. Тарихшы мұғалім болғансың. Сон өткенде айтып жатыр ғой. Біздің ауылда мен оқуға кеткен кезде медресеге, кейін университетке бардым. Сөйтсек, ананың баласы дінге кіріп кетті, уақай су кетті деп айтады дейді. Сонымен класстастарым айтып жүр екен ғой соны. Өзінен сұрамай ма соны? Кейіннен осы бір қашан бір 2-3 апта бұрын ғана естідім ше соны. Сөйтіп айтып жүр ғой деп ше класстарымыз. Бетіңе күліп жүреді да, бірақ артыңнан не айтатынын білмейді кезінде. Біраз адамнан сондай нәрсе естіген екенбіз. Біз жайлы қаншама әңгімелер болған екен. Оның бәрі жайлап өтіп кетеді екен ғой сөйтіп. Мынау Аллах Тағала бізге өмір берсе, ондайын талайын көреміз әлі. Не бір қиыншылықтар болады, не бір сынақтар болады. Бірақ сол нәрсеге мойымау керек. Мұсылман адам бұл өмірден сынақсыз өтпейді ол. Біз намаз оқыдық па, болды, өміріміз гүл болып кетеді деген нәрсе жоқ ол. Намаз ол өзіміз үшін. Аллах Тағала біздің намазымызға, мына жерге келіп, тауаф етіп жүруімізге ешқандай мұқтаж емес. Бірақ
Алла өзінің мейірімімен сол нәрсенің сауабын беріп қояды да. Міндетті емес беруге, бірақ береді да бізге. Ол Аллах Тағаланың шексіз мейірімінен да ол. Бізді өзінің жарылқауына алуы, бізді өзінің мейіріміне алуы, осындай өзіне құлшылық ететіндерден қылып қойғандығы бұл Аллах Тағаланың бізге берген үлкен сыйы. Осы нәрсенің қадірін білуіміз керек. Ертең иншалла елге қайтамыз. Жалпы қазақтарда қай жақта болмасын, умраға барып келген адам бәрібір құрметтейді. Қажеке деп сыйлайды. Көпшілік адам сыйлайды. Оны кейбір бір-екі адам ғой бықсытатын тек қана андай. Бағана әңгімелер шығаратын ше, арттан әңгіме айтатын. Бірақ көпшілігі намаз оқып жатқан адамды, және де умраға барып келіп жатқан, қажылығын өтеп келіп жатқан адам жақсы көреді. Кәдімгі төрге отырғызады. Бұл қажы дейді. Қажы деген ат береді оған. Құрметтейді кәдімгідей. Ал енді жаңа столдың басына мені отырып тұрсайды қажыға. Қажы апа сен отырды. апа келсеңші бірге айтайық та. Үлкен әйелдер мына жағында отырады да, мен қысынан да өзіне үлкен адам мына жағында отырғанға не? Мен кескішім ғой. Жаңағыдай болады да. Машалла. Айтқаныңызға не отырғанға. Сөйтіп нағылады. Тұз сеуіп қойып атсыз ба? Арасында қызық болып тұрсын деп. Жалпы Өзім бұған сөйлей береміз. Енді сол қажы деген атақпен барғаннан кейін біз осы статустан түсіп қалмауымыз керек. Мәселе ол статусқа қызмет ету емес, бұл қажылықтың абыройын сүрмеуіміз керек біз. Өзіміздікі түссе түссін, біз пендеміз, біз құлмыз, біз әшейін жүрген адамбыз былайша айтқанда. Ал енді бұл ұлы болған қажылықтың біз абыройын түсіріп болмауымыз керек. Ертең қажылықтан келіп алып темекіні ұрып тұрсақ, келдік та баяғы өсек, сол өсек, баяғы, анау біреудің үстінен ғайбат, біреуге зиян беру, біреуге айқайлау, біреудің намысына тию, баяғы біздің сондай бір, енді әркім өз минусын өзі біледі ғой. Біледі. Ол байқамай қаппын деген нәрсе жоқ, ол өтірік ол. Біледі, бәрі ойланады ғой. Ал енді сол нәрсені біз кетіруіміз керек. Және де жаңа қажылықта қай жерде дұға тілектер кері қайтарылмайтын, қай жерде қабыл болуы үлкен деңгейде екендігін бәрін айтып келе жатырмыз. Жайлап шет-шетімен. Баспалдақпен айтып келе жатырмыз. Барлығын бір күнде айта алмаймыз. Одан кейін барлығы бір кезде миыңда болмайды ол. Жайлап келеді өз. Сөйтіп толға береді. Сөйтіп апалардан ұрыс естіп аламыз. Не, бірден айтпайсың деп. Ондай болып тұрады енді. Жалпы айтайын дегенім, сол жерде барлығын сұрабаңыз. Алла, менің дене бітімімді қандай көркем етіп жаратқан болсаң, Алла, мінезімді дәл сондай көркем қыл. Себебі бұл көркем мінез үлкен ұлы сипат қой. Пайғамбарымыз саллаллаху жәннатта көркем мінездер менімен былай болады делген да. Сонда былай болады деген ол бірге болады дейді. Сіз көп намаз оқушылар демеген, көп зікір айтушылар емес, көп садақа берушілер емес, көркем мінезділер екен ғой. Бір адамды көрген кезде кәдімгідей мінезінен қасында жүре берін келеді. Оның әңгімесін тыңдай берін келеді. Онымен сөйлескін келе береді. Бір сондай адамдар болады өзі. Бір ерекше. Аллах Тағала сондай көркем мінез беріп қойғанда, ананың сөйлеуі де, жүріс тұрысы да бір әдем болады да. Егер сондай адам сіздің қасыңызда жүрсе, сондай адам бауырыңыз болса, онда сіз бақыттысыз, сізге де жұғады да ол нәрсе. Өйткені пайғамбарымыз саллаллаху айтты ғой. Жақсы дос пен жаман достың айырмашылығын айтып кетті ғой. Жаман дос ол ненің мысалы сияқты деді? Темір ұстасының мысалы сияқты деді. Ол темір ұстасы жаман деген сөз емес бұл. Сол мысал сондай деді да. Оның темір ұстасының қасында жүрсең, оның шоғы жұғады, үстіңді күйдіреді бір жеріңді. Ал енді жақсы достың мысалы әтір сатушы адам сияқты деді. Ол
оның қасында жүрген себепті анау әтір көп қой, үстіңе әтірдің иісі сіңіп қалады да. Сен үстіңнен де әтірдің әдемі иісі шығып жүретін болады. Және де ол саған, сен одан сатып аласың әтірді, не болмаса ол саған хадияға береді дейді да. Былайша айтқанда, ана жерден сен бірдеңе алып кетесің. Ең болмаса жақсы иіс алып кетесің. Сенің үстіңнен де жақсы иістің шығып тұрады дегені, анадан көрген бір жақсы мінез құлқы болса, сен де сондай мінез құлық көрсетесің басқа біреуге. Себебі ол адам досының дінінде деген. Адам досының дінінде. Және де пайғамбарымыз айтады, адам досының дінінде кіммен дос болып жүргеніне қарасын дейді. Сіз қасыңызға қараңыз, мен кіммен дос болып жүрмін. Мынау қазақта айтады ғой, сен досыңды айтшы, кім екенін айтып беремін деген сияқты. Ол рас әңгіме ол. Ол бәрібір жұғып кетеді. Егер досың жылауық болса, сен де жылауық болып, бір-екі нәрседе жылап қаласың сен де. Бір-екі нәрсеге сараңды танып қаласың. Досың батыр болатын болса, досың қорықпайтын болатын болса, сен де сол мінез құлықты көрсетесің по-любому бір жерде. Досың жомарт болатын болса, сен қасында жүре бергеннен кейін сен де жомарт бола бастайсың. Қараңызшы, достың былайша айтқанда қандай адам баласына әсер ететіндігі. Енді былай қаласа, Аллах Тағала баршамызға сондай ақыреттік бауырды нәсіп етсін, ақыреттік досты нәсіп етсін. Бұл ақыреттік дос деген нәрсе бар ғой, үлкен ұлы нығмет. Себебі қияметте бір адам жәннатқа кіріп бара жатса, өзінің досын іздейді екен ғой. Менің досым қайда дейді екен ғой. Менің досым қайда? Менің бауырым қайда деп. Өзінің досын іздейді екен да. Сол үшін қасымыздағы адамдарға бір қарап қояйық. Және де бір жақсы адамды көрдің ба, демек оған барынша жақындауға тырысу керек. Барынша соның қасында жүруге тырысу керек. Және де бір адамды Құдай үшін жақсы көретін болсаң, оған айтып қою керек дейді. Бір күні бір адам өтіп бара жатады, сол кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям айтады ғой, ана адам бір жақсы адам дейді да. Сахабашы, керемет адам дейді. Мен оны Құдай үшін жақсы көремін дейді. Сен оған айттың ба дейді. Жоқ, айтқан жоқпын. Барып айтсайшы дейді да. Бауырым, мен сені жақсы көремін деп. Былайша айтқанда, сен өзіңнің жақсы көретін адамың болса, я, мен сені Құдай үшін жақсы көремін бауырым деп бір ауыз айтып қою керек. Одан кейінгісі, бір күні пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сахабалармен тұрған уақытында бір мәйітті алып өтті дейді. Сол кезде бұл кім деп сұрады. Бұл жаман адам еді деді да. Сәл нашарлау адам еді дейді. Оған уәжіп болды дейді пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям. Сөйте тағы бір мәйітті алып өтеді. Бұл кім деп сұрайды. Бұл жақсы адам еді дейді, я Расулалла. Бұл керемет адам еді деген кезде оған да уәжіп болды дейді. Сөйтіп сұрайды ғой, не уәжіп болды ол екеуіне дейді. Сөйтсе бірінші адамға тозақ уәжіп болды дейді. Екінші адамға жәннат уәжіп болды дейді. Неге, я Расулалла, бұл біздің ғана ойымыз ғой дейді да шын. Мүмкін жақсы адам шығар, біз білмейміз дейді да. Біздің ойымыз ғой деген кезде сендер жер бетіндегі Алланың куәгерлерсіңдер дейді да. Әрбір адам жер бетіндегі Алланың куәгерлері. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтады ғой. Аллах Тағала барлық пендесінің күнәсін кешіреді дейді. Тек қана мужахирин дейді да. Бұл өз күнәсін өзі жария ететіндерден басқа дейді ғой. Қараңызшы, өз күнәсін өзі жария ететіндер. Мысал ретінде жетеді. Ай, кезінде біз жүрдік қой сол кезде. Қаншама адамнан телефонын алып қойып, қаншама адамнан осындай нәрсе болды. Не бір күнәнің түрін айтады ғой. Біз сол құдық өтіп қой арақ ішкен кезде деп ше. Не бір нәрселерді айтып береді ғой, мысалы, бетіп қарап тұрсаң. Кезіндегі темекі шеккен айтып береді. Кезінде біреуді қадап кеткенін айтады. Біреуге зиян тигізгенін айтады. Былайша айтқанда, күнәларын өздері жариялап жүр да. Сіз бір күнә баяғыда қателікпен болған шығар, бірақ оны ешкімге айтпаңыз. Ол сізбен Алланың арасындағы нәрсе болды, қалу керек сол күйінше. Болды, сол күйінше қалу керек.
Сен оны әркімге айтып жүрме, мен мынандай күнә жасадым, мен мынандай күнә жасадым деп. Себебі мынандай нәрсе бар екен. Кейін қияметте Аллах Тағала оны кешіріп қойған болуы мүмкін да. Және сол күнәға перде қойып қойған дейді. Егер пенде сол күнәсін өзі жариялайтын болса, ана күнә ашылып кетеді дейді ғой. Ал енді мынандай да нәрсе бар екен да. Егер пенде бір күнә жасады, оны әлгі адам да білет, оны бір-екі адам қасындағылар да білет. Мысалы, бір адам ішті да, кезінде ішкен. Сөйтті тәубе етті ол. Ешкімге айтқан жоқ ол нәрсесін. Бірақ білетін адамдар бар енді. Жас кезін көрген, қалай ішкен. Сөйтеді дейді, қиямет күнінде ана адам ешкімге айтпай тәубе етіп жүретін болса, қиямет күнінде жаңағы күнәні бар ғой, барлық білетін адамнан ұмыттырып қояды екен Аллах Тағала. Алланың мейірімі, иә. Біз сол үшін күнәміз бар болса болды, ұмытуымыз, біреуге айтпауымыз керек. Оны ұмытпау керек, бірақ біреуге айтпау керек та. Әрдайым сол күнә үшін кешірім сұрап жүру керек Алладан. Жақсылығың болса ұмыт, жаманшылығың болса ұмытпа дейді да сол үшін. Әрдайым, Аллахым, менің осындай күнәм бар, кешірші, Аллахым, мені кешірші, аша көрмеш, екі дүниеде де ашпаш, Алла, күнәмді деп әрдайым сұрап жүруіміз керек, Құдай қаласа. Мына жақта келдік, мынау дұға тілектер қабыл болатын орын, күнәлардың кешірілетін орны. Иншалла осындай мүмкіншіліктерді құрып жібермейік иншалла. Ва ахири дауана анил хамдулиллахи раббил алемин. Сұрақтар бар ма? Қандай сұрақтар бар? Біз өз сұрақ жауап өткізіп өттік қой, ә? Сұрақтар бар болса айтыңыздар. Қалай Сапа? Шаршамадыңыз ба?